Қазіргі таңда әлеуметтік желі ашу, Instagram, TikTok, YouTube болсын, не үшін қажет? Яғни бұл мода емес. Қазіргі заманда ол қажеттілік. Яғни шынымен де барлығы істеп жатыр, мен де істеймін ба? Немесе, ой, әлеуметтік желі это не мое, жоқ олай емес. Компьютерді де, например, мұғалімдер білмеді ғой. Қанша мұғалімдер білмеді, бірақ қазір барлық нәрсе мектепте компьютеризированы, даже күнделікті де электронды жасап қойған. Представляете, яғни мұғалімдерге уже сен үйренуге несін, андай могу не могу дегеніне қарамайды. Қажет мұғалімсің ба, сен осы жерде жұмыс істегің келеді ме, все, сен компьютерді үйренуің керек, ол сенің қалауыңа қарап отырмайды. Сол сияқты әлеуметтік желіде қазірден бастаңыз, 1-2 жылда біз қалай не өзгеретінін білмейміз, но сіз уже дайын тұрасыз. Компьютер ойлап табылды, иә? И программист деген сондай компьютер жақсы білетін, печатник деген сондай нелер, мамандықтар пайда болды. Сол сияқты қазір уже осы әлеуметтік желінің қарқынды дамуына байланысты видеограф, мобилограф, SMM, продюсер, контент-мейкер, монтажер деген неше түрлі мамандықтар шығып кетті, бұл не деген сөз? Бұл қажеттілік деген сөз. Яғни қазіргі заман талабы сол. Яғни заман сіз товарыңызды әлеуметтік желі болмаса сата алмайсыз деген сияқты, услугаңызды көрсете алмайсыз деген сияқты. Сол үшін әлеуметтік желі болу керек. Қайсысы сізге ыңғайлы? TikTok ыңғайлы, Instagram ыңғайлы, Telegram даже. Қараңыздаршы енді бір мәселе. Например, қазір Гүлзира апайымыз, шампунь шығарып жатыр дейді. Еще кім еді аты? Еще Төреғалидың қарындасы, например, блокнот шығарды, курстар сатты, енді кітап шығарды. И барлығы қаншама хитке қарамастан сатылым болып жатыр. Неге? Себебі аудиториясы бар. Яғни сіз аудитория жинап алсаңыз, кез келген товарыңызды, кез келген услугаңызды сата аласыз. Қараңыздар, сіз әлеуметтік желіні қазір бастадыңыз, 1-2 жыл үзбей жүргізіп жүрсіз. Бір кезде келеді, бір момент, бір товар сатқыңыз келеді, бір услуганы үйреніп аласыз, соны көрсеткіңіз келеді, И әлеуметтік желіде аудитория дайын тұр сізде. Представляете, сіз товарыңызды алып келсеңіз болды, жоқ болады 1-2 күнде. Сол үшін сізге именно дәл қазір әлеуметтік желіні бастау керек. Кез келген YouTube, Instagram болсын. Біреуінен бастаңыз, сала бастаңыз, суреттер, анау-мынау. Сіз өзіңіздің аудиторияңызды табасыз. Видео жасау, фото жасау, монтаждық қабілетіңізді де арттырасыз. И 1-2 жылда сіз уже полноценный 500 000 подписчигі бар аккаунт боласыз. Біраз ойланып қараңыз, қандай